Таразыны қажет етпейтін 3 бірдей стаканнан блины және блинидан жасалған торт жасадым. Өте керемет, дәмді, тойымды болады екен. Алдымен ыдысқа 3 жұмыртқаны қанты салып, жақсылап араластырып, ертілген сары майды, ұнды, сүтін қойып, жақсылап түп араластырып аласыздар. Енді ыстық суға осылай 1 шай қасық ас содасын салып, араластырып, қамырға құйсаңыздар, соданың дәмі білінбей қалады екен. Жақсылап араластырғаннан кейін бізде осы қамырымыз дайын болды. Енді осы блиныға бірінші кішкене май жағып, ыстықтай бетінде екі жағынан қызарғанша барлығын пісіріп аласыздар. Менде үйде кішкене сливкемен, осына вареный сгущенка болған болатын, содан крем жасап алдым. Енді блиндердің барлығы пісіп, суытып алғаннан кейін тортқа жасайтын формаға осылай блиндерді салып, әрқайсының ортасына кремді жағып шығасыздар. Өте керемет болады екен. Үстіне бенутаны ертіп жақтым, тіпті керемет. Балаларым тоқтамай жеп қойды. Құрамы таза, ешқандай краска жоқ, чемпион шаймен ішсеңіздер тіпті керемет болады. Өздеріңізге сақтап алыңыздар, міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ас болсын.